Ассаламу алейкум, сіздермен Нұрбеш Әмірқызы. Бүгінгі ауызашардың 4-ші күнінде қызылшаға мол изюминка салаты және горохтан жасалатын жеңіл сондай сорпа жасайтын боламыз. Алдымен салатқа керек қызылша, сәбіз, жұмыртқаны қайнатып аламыз. Жұмыртқаны негізі бөлек қойған дұрыс екен, әйтпесе осылай қызылшаның қасына тұрса, қызыл түстердің барлығы сіңіп қалады екен. Енді барлығын күштің майда тістері арқылы өткізіп аламыз. Міне барлығы дайын болды. Қызылша, сәбіз және жұмыртқа. Және осындай жаңғақ қосуларыңызға болады. Жаңғақты ұсақтап турап аламыз. Шұңғырлау ыдысымызға пищевой пленканы осылай қоямыз. Ішіне жан-жағына шығып тұру қажет. Енді бірнеше сәбізді орналастырамыз. Сәбіздің үстіне майонез сепсеңіз болады, немесе қаймақ қолдансаңыз болады. Аздап тұз себеміз. Енді жұмыртқаны саламыз. Енді аспан жаңғағымызды сеуіп қоямыз осылай. Аздап тұз себеміз, және майонез себеміз. Енді қызылшаны қоямыз. Мен қызылшаны әдетте мол қолданамын, отбасымызбен жақсы көреміз. Енді тұз себеміз, және майонез себеміз. Осылай алдын ала салатты жинап қоямын ыдысқа. Сосын тоңазытқышқа қоятын кезде беті ашық қалмау үшін пищевой пленкамен бетін жауып қоямын. Және де дайын болған кезде кешкі уақытта ыдысынан оңай түседі, және жан-жағына жағылып кетіп жатпайды. Ауызашарға жарты сағаттай уақыт қалған кезде тоңазытқыштан шығарамын, кішкене қатты мұздай болып қалмау үшін да. Сосын ыдысты бетіне қойып, осылай аудара қоямыз. Оңай ғана, міне. Ыдысыңызда бөлінбейді, оңай түседі. Осымен біздің салатымыз дайын. Бүгін өте дәмді және пайдалы осындай горох сорпасын дайындайтын боламыз. Алдымен отқа қазанымызды немесе осындай кастрюлемізді қойып, еттерімізді саламыз. Менде сиыр етінің бір сүйегі бар, және осындай алдын ала майдаланып тұралған морозильникте сақталған ет бар. Және үстіне керегінше су құямыз. Суды мен 2,5 литрдей құйдым. Көп құйған дұрыс, өйткені қайнаған кезде бәрібір су азаяды. Әзірге су қайнап шыққанша пияз бен сәбізді өте жұқа майда етіп тураймыз. Сәбізді мен өте жұқа етіп турадым, немесе үккіштен өткізсеңіздер болады. Тіпті кейбіреулер кубик етіп турайды. Маңыздысы сәбіз ірі болып туралмау керек. Қайнап шығып жатқанда осындай көбіктері шығады. Жақсылап сорпасынан көбіктерін тазалап алуымыз керек. Үстіне біраз қасықтай тұз салып, өте баяу отқа қайнатуға қоямыз. Келесі отымыздың екінші бетіне табамызды қойып, үстіне аздап май құйып, қыздырып аламыз. Енді үстіне жаңағы туралған пиязымызды салып, қуырамыз. Орташа отта пияз пісіп кетпеу керек, кішкене жұмсарғанша қуырамыз. Пиязды көп қуырмадым, шамамен 2-3 минут қана. Үстіне сәбізді салып, аздап тұз себеміз, және оны да кішкене жұмсарғанша қуырамыз. Барлығы да орташа отта. Бұл менде табиғи қызанақ, қыс айына деп мұздатқышта сақтап қойғанмын. Мұның қалай жасалу жолын және басқа да көкөністерді қалай қыс айына дайындаймыз, сіздерге төменде ссылкасын қалдырып қойдым. Өзі ішінде осылай тез ериді. Қараңыздар, қандай қызарып әдем болып қуырылды. Енді осыны жаңағы сорпамыздың үстіне барлығын саламыз. Осы кезде горохты жуып, шайып, тазалап, сорпамыздың үстіне қосамыз.
жарты сағатқа бетін жауып қоямыз. Уақыт өткен соң үстіне картопты қосамын. Картопты горохпен бірге қоссаңыздар да болады. Мен тек осылай сорпаның орта жағында қосам, себебі картоптың қатты езіліп кеткенін қаламаймын. Кубик кішкентай етіп турайсыз және соңғы рет дәмін жақсылап көріп, 1 сағатқа баяу отқа пісіруге қоямыз. Сорпамыз дайын. Горох піскен кезде жарылып, бастапқы көлемінен 2-3 есеге дейін үлкейеді. Дәнді дақылдан дайындаған тағамдар әрдайым ағзамызға пайдалы, сондықтан үйде жиірек жасап тұрыңыздар. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмір. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз, ертең тағы да рецепт шығады.